Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Менде бүгін танысу посты болайын деп тұр. Негізі 9:30-да бастап кетуім керек еді. Уже біраз уақыт болып қалған секілді, е? Мен даусым жақсы естіліп тұрған шығар. Е? Танысу пост болған мен өзімді жалпы осы постоянно сториске шығып отырам, өзім жайлы айтып отырам, жалпы өзім командамның жұмыстары жайлы айтып отырам, өзіміздің доход туралы айтам, неше түрлі өзіміздің продукцияларды айтып жатам. Бірақ жалпы мен өзім кіммін, кейінгі қосылып жатқан подписчиктеріме өзімді таныстырып өтейін. Сондықтан бүгінгі тікелей эфирде мен танысу постына арналғым келіп тұр. Жалпы мен кіммін? Менің есімім Айзада Тоқтасова. Мен осы Тараз қаласының тумасымын. Дәл қазіргі уақытта мен үйде отырмын, балаларымның қасында. Мамандығым негізінде мұғалім. Жалпы егер де өзімді айтатын болсам, екі балам бар. Үлкен уже 10-шы сыныпқа кеп қалды. Дәл қазіргі таңда мен осы полностью өзімді осы сетевойға арнадым. Негізінде мен мектепте, орта мектепте куратор болып жұмыс жасадым. Әрине айлығы да жақсы, премия беретінмін, бірақ ол жерде маған ол мектептен өз еркіммен жұмыстан кетуге тура келді. Өйткені бір себептер болды. Негізі кетпесе де болатын еді, полностью осы сетевоймен айналысуға болатын еді. Мен бұл сетевойға именно осы біздің компанияға 2020-да келдім. Оған дейін мен өзім ортам жаңағы жақсы элитный мектепте куратор жұмыс жасап жүрдім. Екі жұмысты бірде, бұны қазіргі сетевойды қосымша табыс ретінде алып жүрдім. Одан кейін көштім, жаңадан үй алдым, үй қоныс аударғаннан кейін, яғни үйді көшкеннен кейін, менің жұмысым маған алыс болды. Одан кейін екінші мәселе, негізінде в целом, если взять, если по правде, мен баламның денсаулығына көңіл бөлу үшін, баламмен заниматься ету үшін мен жұмыстан шығып кеттім. Өйткені мен даже мына жақ алыс болды деген күнде де, өзімнің жұмыс жасаған жерім алыс болды деген күнде де, мен үй жақтағы басқа мектептерге де кірме болатын еді. Бірақ мен кірген жоқпын, өйткені маған мектептің айлығы ұнағанмен, маған тәуелділік ұнаған жоқ. Яғни менің азанғы сағат 8:30-нан 5:30-ға дейін уақытты мектеп менің уақытымды алады да, маған соған есептеп айлық береді. Мектепте жаңа тәуелділікте отырмын ғой, айлықтары өте жақсы. Тәуелділік азанда ерте бару керек. Менің жұмысымда сондай болды. Кейбір орта мектептерде сабағыңа ғана баратын болсаң, ал біздің мектепте кәдімде 8:30-да, даже 8-де де мектепте болу керек болды. Кешуге болмайды, сұрануға болмайды. Ауырып қалсаң, балаң ауырып қалса да больничныйға шығу керек. Одан кейін айлығың қысқарады деген сияқты, сондай ғой, енді барлық жерде де сондай ғой. Маған мектептің, жалпы өкіметтің жұмысының маған тәуелділігі ұнаған жоқ. Сол себепті мен енді өз күшіме сенем, өз біліміме сенем. Құдайға шүкір, қол аяғым сау, басым істейді, көзім көреді, құлағым естиді, тілім сайрайды. Сөйттім да мен осы полностью, енді мен осы сетевой бизнесті жалпы қосымша табыс ретінде алып жүргем. Бірақ осы жерде жұмыс жасай отырып, менің ойым да өзгерді, менің ортам да өзгерді, менің мышлением өзгерді, көзқарасым өзгерді. Бұл жерде мен мектептен мысалға 10 ай бойы жұмыс жасайсың, бір режимде бір айлық аласың, ал егер де мен мына сетевойда сол мектептегідей 10 ай жұмыс жасап, дәл сол уақытты мен бөліп жұмыс жасайтын болсам, менің айлығым өспелі екеніне мен тағы да көзім жетті да, мен түбегейлі осы неден шығып кеттім, мектептен шығып кеттім да, осы менге сетевой бизнеске не қылдым, бет бұрдым. Енді сетевойдың бір жақсы жері, сетевой компаниялар түрлері өте көп. Өз аттарына брендовый компаниялар да бар. Әрқайсының өзінің маркетинг планы болады, өздерінің талаптары болады, өздерінің обучениялар болады. Әрине бар болса, көп компанияларда обучение жоқ негізінде. Ал біздің компания ол Сибирское здоровье.
российский компания 25-26 жылдан бері нарықта осы өнімдер сатылымда және нәтиже береді. Халықтың қалтасы көтеретін бағада және халал деп танылған ең басты жануарларға тест жасалмайды. Яғни табиғи өнімдер, органикалық өнімдер бар ішінде. Сонымен бұл жерде плюстары жаңа өнімдер ең основной бұл жерде айлық алу үшін бізде бұл жерде продукты бар. Продукт өте күшті, действительно күшті. Өнімдер жайлы сіздер YouTube каналдан да, Google'дан да қарап танысып алсаңыздар да болады. Мен де ақпарат бере аламын. Бұл жерде ең басты тәуелділік жоқ. Ешкім саған бастық емес. Ұйықтап та емес, енді тамақ ішіп отырып та жұмыс жасасаң болады, қыдырып жүріп та, базарда сауда жасап жүрсең де, қонақта жүрсең де, автобуста жүрсең де, жалпы айтқанда, кез келген жерде сен бұл жұмысты жасай аласың. Ұйықтағың келсе ұйықтап аласың, шаршап тұрсаң, ауырып тұрсаң, емделіп аласың дегендей. Ешкімнен сұранудың қажеті жоқ, больницаға шығудың қажеті жоқ. Тәуелсіздік, ең бірінші тәуелсіздік. Одан кейін тағы да плюстары бізде компанияға, осы біздің командаға келген адам ең бірінші денсаулығын реттейді. Одан кейін табыс көзін табады. Және көтерілуге бізге өте күшті мүмкіндіктер бар. Бізде күшті премиальный план бар. Бізде күшті жаңағындай нелер бар, привилегиялар бар. Сонымен қатар бізде не бар? Так, қазір айтамын. Шашыраңқы болып кетті деймін. Обучение бар. Жаңа методикамен обучение бар бізде. Көтерілу үшін енді сетевой бизнеске келгеннен кейін тупо қарап отырмайсың ғой, команда құру керек. Командамен жұмыс жасау үшін сен өзің бір нәрсе біліп үйренуің керек. Сен не істейсің? Сен өзің білім аласың. Сен командадағы наставнигің саған полностью обучение береді. Сен соны бірге бір отырып орындап отыру керексің. Жалқаулық табыс әкелмейді. Сондықтан бізде ең жақсы кілт ол обучение бар. Так, енді қараңыздар. Мен жалпы неге сетевойды таңдадым и неге бұл жалпы сетевойға мен қалай келдім. Осыдан бірнеше жыл бұрын, 15 жылдан асты десем де болады, мен сетевойды Oriflame компаниясынан бастаған болатым. Ол кезде интернет дамымаған кезде біз маркетинг планды қолмен сызып түсіндіретінбіз. Менің миымда солай қалыптасып кеткен. Яғни сетевой маркетингте планды солай түсіндіру керек екен деп. Кейіннен уақыт өте келе мен ол компанияда бір көп көтерілген жоқпын. Бір себептер мен ол компаниядан шығып кеттім. Одан кейін мектепке кірдім. Тек қана мектептің жұмысымен айналысып отырдым. Мұғалімдік сала маған өзіме қатты ұнайтын. Таза жұмыс деп мен солай қабылдайтын. Ол бастан арманым. Сонымен солай жүре келе бір күні мен не істедім? Мен қазіргі шырылдап атқан елдің жылап атқан Qnet компаниясына сол кезде кіріп кеттім. Сол кезде мен 150 мың теңге төлеп кірдім. Қазір 800 мың болса, сол кезде 150 мың болды. Сол Qnet компаниясына кірдім, оқта дымды тапқан жоқпын, қайта керісінше ол жақта мен күйдім десем де. Одан кейін кіргенім мен қандай компания? Көп компанияға кірдім, былайша айтқанда. Білем, сетевойда ақша бар екенін білем. Бірақ әйтеуір басымда анау компанияға да, мынау компанияға әйтеуір қатсем табыс табам деген ойда мен кіріп көрдім. Одан кейін мен BSC компаниясына кірдім. Ол жерде мен чисто қалтамнан ақша шығарып отырдым. Шындап келгенде командада адамдармен үйреткенмен тура дәл мен сияқты жұмыс істейтін адам ол жерде болған жоқ. Айлық почти алған жоқ. Я только расход жасап отырдым. Мейлі, сөйтіп ойладым да, значит, это не моя компания дедім. Үмітімді үзген жоқпын. Үйдегілер де күлді. Сен сетевойдан шаршамайды екенсің деп. Мне нравится сетевой, я люблю сетевой. Я знаю, что тут есть деньги дедім. Сонымен, одан кейін ол BSC-дан шығып кеткен кезде мен бір жаны шықпай тұрып мен ойладым. Мүмкін мен бұл қазіргі интернет дамыған заманда, мүмкін мен желілермен дұрыс жұмыс жасамай жатқан шығармын. Мүмкін маған білімді шыңдау керек шығар. Қазіргідей бұрынғыда жаңағыда маркетинг планды қолмен сызбайтын болғаннан кейін басқаша жұмыс жасау керек шығар деп мен бір онлайн оқу мектепте оқыдым. Жаңағы Инстаграммен қалай жұмыс жасау керек, қалай Фейсбукпен, ВКонтактемен қалай жұмыс жасау керек деген сияқты. Сол жерде мен бірнеше
кісілермен таныстым. Өте жақсы кісілермен. Дәл бүгінгі таңда сол кісілермен мен бірге жұмыс жасап жатырмын. Ол BSC компаниясына мен кеткен кезде бизнес самғау ма, бизнес сауат па, есімде жоқ. Сондай бір пирамидаға кіріп кеттім. Одан шығып мен тағы да MV компаниясына кірдім. Ол жерде традиционны почти жұмыс жасады. Енді MV-дің продукциялары өте жақсы, бірақ өте қалта көтерімсіз, қымбаттау өнімдер. Жақсы, продукциясы жақсы, бірақ өте қымбат. Мен бір 20 мың теңгеге бір 3 зат па сондай қана алдым, 20 мың теңгеге. Ол как раз карантин бастап кетті. Сөйтіп жүрген кезде мен жаңағы онлайн мектепте оқыған өзімнің қазіргі таңдағы өзім наставнигімді іздеп таптым. Өзім іздеп таптым. Асазунованы сөйтіп хабарласып, ол кісімен не жұмыс жасап жатқан, қандай табыс көзімен айналысып жатқанын сөйлесіп, сол кісімен бірге мен жұмыс бастап кеттім. Сөйтсем, ол кісі осы біздің Сибирское здоровье компаниясына жаңадан тіркеліп, ол кісі де жұмыс бастаған екен. Алдында ол кісі маған бір ұсыныс жасаған, мен дұрыс түсінбеген ау деймін ол кісінің ұсынысын. Сөйтіп, мен осылай сетевойға келдім. Қарап отырсаңыздар, мен үмітімді үзген жоқпын. Мен осыдан 15-17 жыл почти бұрын осы сетевойға мен аяқ басқан екенмін. Так, енді жалпы BSC компаниясынан не үшін кеткен жайлы айттым, ол жерде мен көтеріле алмадым. Өнімдер жаман емес енді. Бірақ бізде қазіргі таңда біздің сетевой бизнеста, именно біздің не бойынша, Сибирское здоровьеда, бізде маған не ұнайды? Бірінші продукциясы ұнайды, маркетинг планы ұнайды. Ең басы бізде біздің методикамыз ұнайды. Жаңа методика. Біз бұрынғыдай пәленше түгенше мен осы сетевойда істеп отыр едім, Сибирскіде едім, өнімде жақсы кел маған келесің ба деп мен оны шақырмаймыз. Біз отырып, так, анау танысым бар еді, мынау танысым бар еді деген біз 100 тізіммен жұмыс жасамаймыз. Біздің методикаларымыз жаңа. Ешқандай сұраққа бас қатырмайсың. Мен осы компанияға келіп, осы сіздермен командада жұмыс жасасам, мен не жұмыс жасаймын деген бізде бас қатыратын сұрақ жоқ. Любой сұраққа сіз жауап ала аласыз. Сонымен қатар бізде біраз компаниялар десек те болады. Командаға келген соң, компанияға келген соң, сіз товар оборот жасайтын болған, сіз өзіңізге ең бірінші өнімді алып көресіз, тұтынып көресіз, сіз біреуге сатпас бұрын сіз ол өнімді тұтынып көресіз. Яғни сіз өзіңіздің личный товар оборотыңыз, яғни ЛТО жасайды. Бізде ЛТО жасау оп-оңай. Қиналмайсың, вообще қиналмайсың. 100 балл жасау керек. Ал 100 балл десен, біздің обучениемен 100 баллда семечке шығарып жаба аласың. Сондықтан бізде ЛТО жабуда қиын емес, командада көтерілу де қиын емес. Сондықтан мен өзімнің осы айда өзіме бірінші линияма 5 қызды алам. 5 қызды полностью өзім обучение жасап үйретем. Өзім сопровождение жасайым. Сол жалпы біздің командамен өсу өте оңай. Именно Қазақстан бойынша біздің команда ракета сияқты ұшып келе жатыр десек те болады. Осы мен өзімді таныстырып өттім. Осы қазір закрытый периодтан кейін мен айлығымды келесі постымда өзімнің қанша айлық табыс тапқанымды мен сіздерге полностью көрсетемін. Және мен жаңағы айтып кеттім, мектептен мен шығып, өзімнің жаңа отбасылық жағдайыма байланысты, өзімдегі бар құндылықтарыма байланысты мен өзімді тікелей осы сетевойға, біздің Сибирское здоровье компаниясына мен полностью өзімді осы жерге бет бұрдым. Алдағы уақытта өзімнің айлығымды көрсететін болам. Мен сторисімді қарап отырсаңыздар, жалпы мен немен айналысып отырмын, қалай айналысып жатырмын, соның бәрін көріп отыра аласыздар. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Осы 1-2 минутта сұрақтарыңыз бар болса, сіздерге жауап бере аламын. Маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма екен? Так. Егер де маған сұрақтарыңыз бар болса, мен профилімде маған өтетін, WhatsApp-қа өтетін сілтеме бар, болмаса директке жазсаңыздар болады. Мен сіздің командаңызда
жұмыс жасағым келеді, сізбен бірге тікелей жұмыс жасағым келеді, сіздің компанияңыз туралы толық ақпарат білгім келеді, қосымша табыс тапқым келеді дегіңіз келсе, онда маған директке жазыңыздар. Мектептегі жұмысты мен мектептен шығып кеттім. Ол жердегі мен айлықтың жақсы айлық болса да мен қараған жоқпын. Ол жерде премия бар, премиясына да қараған жоқпын. Өйткені біздің компанияның берет премиясы менің мектебінің премиясынан 100 есе көп, 1000 есе көп десем не болады. Сондықтан мен ол мектептегі квартал сайын беретін 200 000 премиясына қарап отырғанша, осы жердегі сетевойдағы жұмыс жасап, барымша салып өзімді, осы жердегі миллиондарды алғаным дұрыс деп шештім. Енді мектепте мен өзім балам білім алып жатыр, мен мектепті ешқашан жамандамаймын, ол жамандау деген дұрыс емес нәрсе әрине, бірақ бұл жердегі табыс көзі туралы әңгіме болып тұрғандықтан мен мектептен кетуіме сол тура келді. Сұрақтарыңыз болса директке қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға сау саламат болыңыздар. Амандықта жүздескенше.